Ертеректе әлемді ақылдылар басқаратын, қатаң тәртіп болатын. Ақылдылар ақымақтарды мәжбүрлеп оқытатын. Ақымақтарға қиын болатын. Ал қазір әлемді сол ақымақтар басқарып жатыр. Бұл шындық, себебі ақымақтар тым көп. Енді ақылдылар ақымақтарға түсінікті тілде сөйлеуді үйреніп жатыр. Себебі ақымақ бір нәрсені дұрыс түсінбей қалса, бұл үлкен мәселе. Бұл ақылдының дұрыс түсіндірмегендігінен болып жатыр. Бұрын ақымақтар азап шексе, қазір ақылдылар азап шегіп жүр. Күн өткен сайын қиыншылықтар азаюда, бірақ себебі ақылдылар өте азайып кеткен. Бұл енді менің сөзім емес, Михаил Жванецкийдің сөзі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.